Баука, қазақша түсірші. Неге қазақша контент тастап кеттің? Қаралым жақсы жиналып еді ғой. Керемет, қазақша контент, жарайсың, респект, каналына жазылды. Қазақша салып тұршы, мен орысша түсінбеймін, өтініш, жарайсың бауырым, қазақша түсірші, өтініш. Қазақша контент дамытпайсың ба, орысша контент онсыз да дамып кеткен. Братан, бұрын блог түсірген жақсы дамып едің. Окей, көпшіліктің дауысы бойынша мен орысша түсіруге әлі дайын емес екеніме көзім жетті. Ендеше мен қазақша түсіремін, сол үшін хотя бы лайк басыңдар. Бірақ мен инвестициялар туралы түсіретін боламын, себебі маған қазір осы сала өте қызық. Ал мен әрқашан өзіме шынымен қызық нәрселер туралы видео түсіремін. Кезінде Майнкрафт, сосын летсплей, сосын пранк, сосын влог, қазір бизнес пен қаржылық сала туралы видео түсіруге құлшынысым мол. Бұл видеода мен сіздерге қысқаша неге инвестиция жасаумен айналысу керек туралы түсіндіріп өтемін. Өйткені инвестиция, акциялар мен жұмыс және тағы басқалары туралы кем дегенде бір рет ойланған әр адамның басына мына сұрақ келеді. Неге? Неліктен сіз өзіңізді табыстың бір бөлігінен айырып, қандай да бір пайдадан бас тартып, инвестиция жасауыңыз керек? Сіз қазір алған ақша арқылы қалаған затыңызға қол жеткізе аласыз. Әдемі әшекейлер, жылы елдердегі жағажайда қосымшапта, сәнді гаджет және тағы басқалары. Бұл сұраққа жауап беру үшін мен сіздің болашағыңызға қарауды ұсынамын. Ойланыңыз, мұнда 20-30 жыл өтеді. Сізде қазіргіден гөрі күш пен денсаулық аз болады. Сіз бірдей көлемде жұмыс істей алмайсыз және бірдей мөлшерде ақша таба алмайсыз. Сіз өзіңізге лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ете аласыз ба? Егер сіз бүгінгі күнмен ғана өмір сүрсеңіз, онда шынын айтсақ, ол екіталай. Аулада кеңес одағы емес, онда адамдар мына ұранмен тәрбиеленген. Сіз институт бітіресіз, жақсы жұмысқа орналасасыз, қартайғанда сіз зейнетақы аласыз. Бірақ бұл енді жұмыс істемейді, себебі кеңес одағы енді жоқ, біз капитализм әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Ал капитализм идеологиясы бойынша жұмыс істейтін мемлекетте бай болудың ең сенімді және қолжетімді тәсілі инвестиция. Сіз қанша көп жалақы алғаныңызбен бәрібір байлыққа жете алмайсыз. Жалақыңыз өскен сайын шығыныңыз да өсе бермек. Яғни баю үшін мол жалақы алу шарт емес, байлыққа бастар жол бизнес. Бірақ екінің бірі бизнеспен айналыса алмайды. Оның қиындығы өз алдына қомақты қаржыны қажет етеді. Енді қалғаны инвестиция. Ақшаны қайда инвестициялауға болады? Ең алдымен қолжетімді және сенімді тәсіл саналатын банк депозитіне ақша салуға болады. Қазір мемлекет тарапынан банк депозиттеріне кепілдік берілген. Егер банк бір себептермен банкрот болып қалған жағдайдың өзінде сіздің депозитіңіз мемлекеттік кепілдік бойынша толық қайтарылады. Депозит ең сенімді және тәуекелсіз жоба, бірақ оның бір кемшілігі пайыздық өсімінің төмендігінде. Банк ары кеткенде сізге 10% жылдық өсім түріндегі сыйақы бере алады. Егер инфляция деңгейі 7% болса, сіздің бір жылда табатыныңыз 3% пайда. Бұл анау айтқандай көп болмаса да әйтеуір пайда. Екінші тәсіл құнды қағаздар сатып алу. Бүгінде елімізде құнды қағаз рыногы қалыпты жұмыс жасап тұр. Қазмұнайгаз, Қазақтелеком сияқты іргелі компаниялардың бәрі құнды қағаз нарығына өз акцияларын шығарған. Бұның депозиттен бір артықшылығы табыс көлемі біршама жоғары. Егер сіз акцияларды дұрыс таңдап, қарқынды жұмыс істеп тұрған компаниялардың құнды қағаздарын сатып алсаңыз, бір жылдың ішінде 20-30 тіпті одан да жоғары пайыз көлемінде пайда таба аласыз. Бірақ құнды қағаз рыногында мемлекеттік кепілдік жоқ. Сіз мұнда жақсы табыс табуыңыз немесе көп ақшаңызды жоғалтып алуыңыз әбден мүмкін. Яғни құнды қағаз рыногы тәуекелдің ісі. Үшінші тәсіл. Бағалы металдар сатып алу. Алтын, күміс, платина сияқты бағалы металдарды бүгінде банктерден қалаған көлемде сатып алуыңызға болады. Бағалы металдар уақыт өткен сайын қымбаттамаса да, бағасы түсе қоймайды. Мәселен, алтын соңғы 5 жылдың ішінде 6 есеге қымбаттапты. Бұл деген бүгін салған ақшаңыз ертең еселеніп өзіңізге қайтады деген сөз. Бірақ бағалы металл рыногында да баға үнемі құбылып отырады. Бірнеше жыл шарықтап көтерілген бағалы металл бағасы түрлі себептермен күрт түсіп кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда инвесторлар көп ақшасын жоғалтып жатады. Бағалы металл сатып алу да тәуекелдің ісі болып саналады. Төртінші тәсіл жылжымайтын мүлік сатып алу. Жылжымайтын мүлік нарығында соңғы жылдарда үйдің бағасы үнемі бір қалыпты өсіп бара жатқанын байқалуда. Яғни жылжымайтын мүлікке салған ақшаңыз ертең өзіңізге еселеп қайтатын болады.
болады. Бұл тәсілдің тағы бір артықшылығы, сіз сатып алған үйді жалға беріп, жұмсаған шығыныңызды сол арқылы да қайтарып алуыңызға болады. Дегенмен, оның кемшілігі де жоқ емес. Үй сатып алу үшін сізге қомақты қаржы қажет болады. 5-ші тәсіл сақтандыру қорларына ақша салу. Біздің елімізде сақтандыру компаниялары салған ақшаңызды белгілі бір уақыттан кейін толық көлемде өзіңізге қайтарып берумен ғана айналысады. Яғни сіз салған ақшаңызды ғана қайтарып аласыз. Ал шетелдерде көптеген сақтандыру компаниялары салымшылардың ақшасын түрлі жобаларға салу арқылы еселеп көбейтумен айналысады. Соның нәтижесінде осындай компаниялар салымшыларына аса жоғары пайыздық өсім беріп отырады. Мұндай компанияларға ақша салу арқылы сіз ақшаңызды сақтап қана қоймай, оны әлденеше есеге өсіре аласыз. Қатерлі жобалардан аулақ болыңыз. Интернет арқылы айына 10-даған, тіпті 100-деген пайыздық өсім береміз деп жатқан жобалар жетерлік. Бірақ олардың бәрі соқыр тәуекелді қажет ететін қауіпті жобалар. Сондықтан ондайлардан аулақ болғаныңыз абзал. Инвестициямен айналысамын дейтін болсаңыз, жоғарыда айтылған 5 түрлі тәсілдің бірін таңдаңыз. Инвестицияға салатын ақшаны, яғни капиталды қайдан алуға болады, ол жайында келесі видеоларда айтатын боламын. Мен әр сайын шығатын видеоларымда мен өзімнің жасаған инвестицияларымды көрсетемін. Бүгін мысалға менің капиталым 90 мың теңге. Ай сайын мен 30 мың теңгеге инвестицияға арнаймын. Мен қазір студентпін, сондықтан одан көп ақша инвестициялауға әлі дайын емеспін. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Балкаплей, бұл Балкаплей арнасы. Сіздермен бірге болған Сарқұлов Бауыржан. Сау болыңыздар.